осы нөмір 11 қорған қазба жұмысын жүргізілді. Енді бұл қорғанның ерекшелігі бұл жерден 13 жылқы табылып отыр. Бұл және үлкен Берел қорғаннан кейінгі екінші үлкен оба болып есептеледі. Бұл жерде 13 жылқы, жылқылардың барлығы жирен сүтес болған. Қасына жәнегі патша, оның қасына әйел адам бірге жерленген. Енді тексеру нәтижесінде әйел адам патшаның анасы болып отыр. Жылқылардың барлығы жирен сүтес болған. Өйткені мына сақтарда ол кезде дін ештеңе болмады. Сақтар жәнегі отқа, күнге, биіктікке әртүрлі жәнегі мынау аңдардың бейнесіне табына берді. Сол үшін жәнегі мына 30 жылқылар таңдауының бірден бір себебі осы болып отыр. Одан кейінгі жәнегі жирен жылқыларды енді жәнегі кейбір ғалымдар айтып жатады, өте жүйрік. Жәнегі сүйектеріне қарап мына жылқымен айналысатын келген кісілерге айтып жатады, мына жылқылардың жәнегі сүйектің бітістері бөлек екен. Яғни жүйрік жылқылар. Жылқының жәнегі астында жетеуі, 7 жылқы қойылғанда, оның ортасына жәнегі қайыңның қабығымен жабылып, оның кейіннен жәнегі үстіне тағы 6 жылқы қойылған екен. Мына қайыңның қабығында бұл жәнегі ауа температурасын ұстап тұрады, одан кейін жәнегі бұның үстіне қарт жоңышқа дейді. Кейбір жерлер усойқы деп айтады. Осындай шөптесін өсімдікті жабады, оның антисептикалық қасиеті мынау паразиттерді осы мәйіттерге кетпеуден, солардың жеуінен, кеміруінен сақтайды екен. Патша қайтыс болғаннан кейін және ара тағы бір немесі бар нұсқасы, яғни патша қайтыс болғаннан араға біраз жыл салып, мына қорғанды ашып жәнегі анасын қасына қойған кезде үстіндегі 6 жылқы сол кезде қойды ма деген. Одан кейін бұл қорғанның жәнегі тағы бір ерекшелігі, бұл қорғанның барлығында тас қабатын жасағанның өзі ерекше. Яғни тастардың барлығын мына балықтың қабыршақ ұқсатып бір-біріне кигізіп қояды екен. Ондағы мақсат жәнегі мынау Берел өңірінде, жалпы шығыс өңірінде жауын өте көп жауады. Және жауындағы судың барлығы мәйіт жатқан жерге су болып толады да, кейіннен қыстың күні қатады. Енді бір жақта білесіздер, жаз салқын әрі қысқа да, сонымен бұл еріп үлгермейді. Жазда еріп үлгермейді, сонымен мәңгі тоң қалыптасқан. Сол себепті мына жәнегі жылқылар да, адамдар да өте жақсы сақталған. Жылқылардың жәнегі ішіндегі жеген жем шөбіне сақталғандығын дәлелдеп отыр. Жәнегі енді бұл 13 жылқының ішіндегі жеген жем шөбін тексеру барысында тек бір жылқы ғана осы Берел өңірінің шөбін жеген екен. Мына Шұбарағаш деген ауыл бар осы тауға маңайда. Сол жердің шөбін жегенде қалған 12 жылқы басқа жақтарынан әкелінген. Мына жылқылардың үстіндегі сән салтанатты кигізілген мынау абзелдердің барлығы тек жерлеу рәсімі кезінде ғана кигізілген. Күнделікті өмірде бұлар олай тағып жүрмеген. Одан кейін мынау жәнегі Таутекенің мүйіздері, бұл жерде арқан мүйіздер, Таутекенің мүйіздеріне жәнегі патшаның бір ерекше жақсы көрген жылқыларына тағылуы мүмкін. Биылғы жылы осы музейдің құрылғанына 10 жыл толып отыр, қазба жұмыстарын жүргеніне 20 жыл болып отыр. Осы соңғы 3-4 жылда деп айтса қателеспейтін шығармыз, келуші адамдар саны өте көп. Яғни осы жерде қызықтап, мынау алыс шет елдерден болсын, бергісі мына өзіміздің Қазақстаннан болсын өте көп туристер осы Берел өңіріне ағылып келіп жатады. Енді біздің мақтанып айтарлықтай осындай жәдігерлеріміз бар. Біздегі жәнегі музей қорындағы жәдігерлердің барлығы түпнұсқа осы Берел өңірінен шыққан жәдігерлер. Қазақстанның киелі жерлер географиясына енген орындардың бірі Берел қорымдары. Патшалар жазығы деп аталып кеткен бұл жерде 130-ға жуық оба табылған, соның 30% ғана зерттелген. Тамыз айында археологтар қайта келіп, қазба жұмыстарын жандандырмақ ниетте. Енді мына жерде жәнегі мынау алтындар аттың үстіндегі адамның киіміне жапсырылған фольга алтындар. Енді бұлардың пішіндері жәнегі өзінің неменеге жапсырғандығын беріп отыр. Мысалы мынау түймелерге,
жапсырылған алтын фольгадар. Мынау және грифон, бағана айтқанда грифонның басы, ағаштан жасалған грифонның басына жапсырылған алтындар. Мына жерде мысалы патшаның киімін тіккен алтын жіптер. Сонымен қоса бұл жәнегі әйел адамның шашын жинап тұратын сетка тәрізді құрылғы. Сондай қызмет атқарады. Маралдың бұғының мүйіздері және гүлдің пішіні, айдың пішіні осындай. Яғни бұл жерде алтындар барлығы өзінің формасын неменеге жапсырғандығын беріп отыр. Құстың қанаты бола ма екен? Жәнегі мынау жәнегі әйел адамның камзол, әйел адамның камзолы бар ғой, соның алтындары. Ученые доказывают, что человечество начинается там с Алтая. Ғалымдар адамзат Алтайдан басталатынын дәлелдеп отыр. Мұражай бірнеше мемлекеттің шекарасында орналасқан. Сонымен бірегей деп айтуға болады. Ұлы даланың 7 қырының 5-еуі аң стилінен бастап, ата әбзелдерін безендіру қолөнеріне дейін барлығын осы жерден табуға болады. Мұның бәрі біздің Алтайға, Берелге қатысты.